Бізде енді сіздер әріптің жалпы жеке тұрғандағы түрін баған бері оқып үйрендіңіздер. Енді бізде бір әріп сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында сәл жазылу жағынан өзгешеленеді. Бірақ өзінің негізгі формасынан ажырамайды. Тек қана сәл өзгеріске ұшырайды. Сол түрін енді үйренетін боламыз. Бізде енді әлиф, бұны айтқанбыз, негізі бұл хәмзәлі әлиф деп. Ол сөздің басында, сол өзінің қалпінде келеді, арбун деп. Сөздің ортасында сәліне өзінен алдыңғы әріпке бүйтіп жалғанады. Бәсун. Соңында робәә деп. Бә әрпі сөздің басында сәл енді өзгешелеу. Мына сияқты келеді, жарты өзінің немесі жоқ. Бәдә. Сөздің ортасында не? Екі жақтағы әріпке бұлай қосылады, жалғанады. Міне, собәро. Бә әрпі бұлай жалғанып тұр, өзінен алдыңғы сот әрпіне, кейін р әрпіне. Өз ортасында бұлайнан тұр. Сөздің соңында жеке түріне ұқсайды. Ашәбә. Тә әрпі. Тәроке. Тура сол. Мынау түрі Б әрпіне ұқсап қалған, бірақ Б әрпінде нүкте астында болса, Т әрпінде жоғарғы жағында, және екі нүкте бар. Тәроке. Хотәмә. Бәхоте. Сақау фә. Сәбәтә. Бәсәқо. Хобусе. Бұл ерекшелігіне үш нүктесімен ерекшеленеді. Бисмилля. Жим әрпіне келдік. Әнеміне дегенше бітіріп те қаламыз екен ғой. Жим әрпі жеке тұрғандағы түрі. Сөздің басында жароха. Бұлар бағанағы тәсә, бә, бәрі бір-біріне ұқсас, тек нүктелерімен ажыратылған. Жим әріптеріне жим, ха, хо сөздің басында, ортасында келу бір-біріне ұқсайды, тек нүкте жағынан ажыратылады. Қараңыз, қазір қарай байқайсыздар өздеріңіз. Мысалы, мынау жароха. Сөздің ортасында тәжаро. Сөздің соңында нәтәжә. Алдында айтқанымыздай. Сөздің басында болса бұлай жалғанады, ортасында болса екі жағынан жалғанады, соңында болса не? Бұлай қарай жалғанады. Енді ха әрпі қараңыздар. Жим әрпінде нүкте астында еді, ха әрпінде не? Нүкте жоқ ешқандай. Хабаса. Дохика. Наджаха. Хо әрпі. Хо. Жуан әріп бұл бізде. Хотәмә. Сәххоро. Шәддәмен. Сәххоро. Нәсәхо. Енді дәл әрпі. Дәл әрпі бізде дәхолә. Хәдәсә. Сомәдә. Дәл әрпінде бір көп өзгеріс жоқ. Сөздің басында, ортасына келуіне байланысты. Дәл әрпі қазір дәл әрпіне сәл ұқсас. Тек дәл әрпінде не? Сақаудада бізде нүкте бар. Сол жағынан нүктелерге сақ болыңыздар. Соны ажыратып, үйретіңіздер, иншалла, өздеріңізді. Бисмилля. Сақау зә. Зәхәбә. Мынау әрпі. Сөздің басында келетін. Зәхәбә. Кәзибә. Әхозе. Ро әрпі.
Robete. Robete. Harose. Sefero. Sefero. Енді з әрпі. Рыдан не тек бір нүктесімен ерекшеленеді. Забадун. Забадун. Лазима. Лазима. Каназа. Каназа. Син әрпі. Сами'a. Сами'a. Ғосақо. Ғосақо. Накаса. Накаса. Соңғы әріп. Не жерде шин бар екен ғой. Шин. Синнен не? Тек үш нүктесімен ерекшеленеді. Тура син сияқты. Шарика. Шарика. Ашаро. Ашаро. أوحاشا. 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 Бисмилла. Енді жартысы қалды бізде.